Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін обзорда Toyota Целтер машинасы. Ал енді бұл машинаның историясына келетін болсақ, ең бірінші поколениясы 1989 жылы жарыққа шыққан. Ал қазіргі экземпляр 31-ші кузов 2006 жылғы. Бұл машина енді екі түрлі индекспен жүреді, дәл осы кузов. Т30 және Т31. Т30-да пневма болмайды, пневма подвеска. Ал мына кузов уже пневма подвескамен. Әрі қарай айтатын болсақ, осы Целтер автокөлігі 2006 жылы конвейерден алынып тастады. Уже енді бұл машина шықпайды. Уже бұның жалғасы Lexus LX 460 болып кетеді. Ал енді бұл машинаның двигателіне келетін болсақ, неубиваемый миллионник мотор 3UZ FE 4.3 VVTi-ный. Ары қарай коробкасына келетін болсақ, рестайлингте 6 ступка болады. Енді обороттары үлкен скоростарда ондай қатты емес, 3000-дарға жетпейді приблизительно. Енді Дорестікі 5 сатылып болады. Сосын Доресттің ауруы радиаторы, ол бұл мына рестайлингте ол затты енді қаралған, жасалған ол заты. Енді бұл мотордың миллионник екеніне ешкімнің күмәні жоқ шығар. Газельдердің бәрінің жақсы көретін моторы. Почти 3 тонна болатын газельдер Қазақстан шарлап жүр осы мотормен. Ал енді машинаның дизайнына келетін болсақ, дизайны өте әдемі. Примерно бір 30-дан асқан мужиктардың айдайтын машинасы сияқты. Рестайлинг, фонарь, туманка бәрі басқаша Доресттен. Енді рестайлингтер дейтін 2003 жылдан бастап 2006-ға дейін шыққан. Осы ең соңғы поколениясы 2006 жылғы бұл машинаның өзі. Әрі қарай айтатын болсақ, мына машинаның комплектациясы жайында. Комплектациясы енді ең жирный комплектация ғой. Мәшінде дейтін бәр заты бар. Люктан бастап. Даже адаптивный круиз контроль дейтін бар. Мына жерінде датчигі. Сосын доводчик дверей, присоска дейді ғой. Соларына дейін 5 есігінде ғой, 4 есігі, багажнигіне дейін доводчик дверей бар. Ал енді машинаның артына келетін болсақ, фарлары, бампері Дорест осыған дейінгі жылында басқаша бұдан. Сосын жаңа доводчик багажнигіндегі көрсетіп жіберейік. Бұл да дәл краун сияқты пультпен ашылады. Бұда да ионизатор бар. Сосын мынандай органайзер заводской. Қысқаш кілт. Енді жаңағы доводчикті айтатын болсақ, багажниктің доводчигі осындай. Бұл көлік S-класс деп болғандықтан бизнес класс дейді біреулер. Президентский класс дейді. Артынан бастайық. Арты дейтін енді комфорттың комфорты. Мына жерде ең бірінші айтатын болсақ, мына алдымыздағы пассажирдің сиденкісін қозғалтса болады. Мына басып отырсақ, мына полный өзгертіледі. Сиденкі былай қарай жылжиды. Даже подголовниктеріне дейін құлайды ары қарай. Көргендеріңіздегідей, мен обзор дейтін мына жерде дейтін дерзкий, полный бәрі көрініп тұр, алдым. Ары қарай сиденкі енді мына артының өзінде неше түрлі регулировкасы бар. Арқаны қозғалтады, астымен бірге жылжиды.
подголовникке келетін болсақ, подголовникті төмен түсіруге болады. Сосын алға қарай шығаруға да болады. На вылет. Сосын массаж бар бұл көліктің. Массаж дейтін енді. Дерзкий. Сосын мына жерінде енді ыңғайлы айнасы бар. Бұл жерде енді S-класстардың көбісінде болады. Материалдарына келетін болсақ, кожалар дейтін әдемі. Толсты кожа дейді о. Yani қап қалың, еще жып жұмсақ. Енді өзіңіз қарап көріңіздер. Состояниесі дейтін енді өте керемет. Тап-таза сақталған. 2006 жылғы машинаға ұқсамайды. Патологына келсек, алькантара. Кәдімгідей жып жұмсақ ұстай бергім келеді бұны. Кешегі айтқандай енді мына ручкаларының өзі кожамен қапталған ғой, орталары. Строчкамен әдемі. Сосын даже память сидений бар артында. Сосын мынандай шторкілері бар. Мындай кішкентай окошкаға да ойластырылған ғой, бұны бөлек. Сол, тоқтата бер. Енді бұл машина тағы да бір ерекшелігі. Мына жерде холодильник бар. Енді ішіне дейтін горилла сияқты, дизи сияқты сущняктар сияқты, смело. Мынау дейтін енді кондермен бірге жасайды. Артына кондер қосып қойсаңыз, трехзонный климат контроль айтпақшы бұл жерде. Мына жақтан да кондер қосуға болады. Сосын тағы айтуға ұмытып кеткенім, мына жерде обогрев сиденье бар, обдув сиденье бар. Екеуі де орналасқан, салқындатуға да, жылытуға да болады. Сосын өзінің фирменный наушниктері бар. Toyota деген осындай. Ішін ашатын болсақ, солай орналасқан. Сосын шторканы да қозғауға болады бұл жерде. Если мы вместе, через кости, летим по 200, одно и то же каждый день делаю честь. Деньги, money, 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 давай, money, 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 деньги поднимай, бро. 20-5, твоя лика снарь, бро. Папа тоже хочет себе надеть Nike, бро. Деньги поднимай, много не базарь, бро. Деньги поднимай, бро. 25, твоя лика снарь, бро. По-любому это дело непросто. Енді машинада отырған кезде дейтін плавность, хода дейтін кәдімгідей дерзкий, японский кабан ғой, массивный. Корабль сияқты жүзіп келе жатырсың мына машинада отырсаң. Ал енді водитель жаққа өттік. Водитель жақтың комфортын айтатын болсақ, бұл жерде 8 түрлі регулировка бар сиденькінің. Асты шығады, былай. Ары қарай. Бұл машинада память сидений, даже регулировка ремня безопасности дейтін бар бұл жерде. Мына жердегі кнопка. Сосын ары қарай. Мына жерде дополнительный козырек бар. Мына ортадағы зеркаланың бетін жабатын. Ары қарай айтатын болсақ, климат контрольда кеше краундағыдай мына жерде свинг дейтін кнопка бар. Мынаны басамыз. Мана холодильник айтылды. CD changer мына жерде. Сосын адаптивный круиз контроль. Круизді басамыз, дисплей 2-ні басамыз, ready деп шығады. Бір машинаның артынан еріп отыратын адаптивный круиз контроль деп айтылады. Дауысы дейтін енді мықты. V8 ғой енді. Қыздарымен балдар, ай, бізді кеш, бүгін мас болып қуға,
вешай, желание вешай. Терпень, 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 ты терпень, 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 ты терпень, 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 ты терпень, 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 эй, умный зад, детсад, казак, жат, рэп, шрэп, ах, пах, так, жизнь, арамилдан, дармыдан, стресс, мой, да, я не люблю сирек, секунгар, портинго, да, я не люблю сирек, секунгар, портинго. Ал жігіттер, біздер енді обзорды аяқтап қалған кезде мына жерде патрульді полициялар келіп жатыр. 597 баппен мына мостта остановка запрещена дейді. Енді сол жақтарын заңнан білсеңіздер, айтып кетіңіздер, бола ма, болмай ма, комментарияға жазып. Мемлекеттік белгісі 313 КП 12 номер. Патрульдік машинаның номері 811 номер. Знак жалпы мына былай қарай мынаяқтан келе жатырғанда да екі жақта да знак тым жоқ, остановка запрещена деген. Теңге жақтағы мост қой, примерно Ақтау Жаңаөзенінің жолында. Ау, шап, тұмар, шап! Несут запрет, сделаем все, что придумал мой клиент.